Сәлеметсіздер ме? Бұл жанданған дәуір подкасты. Бүгін біз ежелгі әрі ерекше ел Кореяның тарихына саяхат жасаймыз. Аңыз бойынша Кореяны біздің заманымызға дейінгі 2333 жылы Тангун атты билеуші құрған. Кейін Корея түбегінде 3 ұлы мемлекет пайда болды. Олар Когурё, Пэкчо және Сила. Когурё батыр жауынгерлігімен, Пэкчо мәдениеті мен өнерімен, ал Сила бірлік орната білген даналығымен танылды. 7 ғасырда Сила өзге екеуін жеңіп, бүкіл түбекті біріктірді. Осылайша біріккен Сила дәуірі басталды. Бұл дәуір буддизм мен ғылымның, сәулет пен мәдениеттің гүлденген уақыты болды. Кейін билік жаңа мемлекетке, Корёге өтті. Дәл осы атаудан қазіргі Корея сөзі пайда болды. Корё дәуірінде елде буддизм кең тарады. Металл өңдеу мен кітап басу ісі дамыды. Ал мәдениет пен ғылым биік деңгейге көтерілді. Келесі дәуір бізде Чосон және Сэжон дәуірі. 14 ғасырдың соңында жаңа әулет Чосон билікке келді. Бұл әулет 500 жылдан астам елді басқарды және Корея мәдениетінің алтын ғасыры болды. Осы кезеңде ел тарихында ерекше тұлға пайда болды. Ол ұлы Сэжон патша. Ол тек билеуші ғана емес, ғалым әрі халық қамқоршысы еді. Сэжон халықтың бәрі сауатты болсын деп 1443 жылы қарапайым әрі түсінікті жазу жүйесін жасатты. Бұл хангыль деп аталады. Хангыльдің арқасында қарапайым халықты оқып жаза алатын болды. Сэжонның дәуірінде ғылым, астрономия, медицина мен музыка ерекше дамыды. Сондықтан бүгінгі Корей мәдениетінің іргетасы дәл сол заманда қаланды. Қиын кезең және елдің бөлінуі. Алайда 19 ғасырда Корея басқа мемлекеттердің ықпалында қалды. Қытай мен Ресей, Жапония түбекке өз әсерін жүргізуге тырысты. 1910 жылы Корея толықтай Жапонияның отарына айналып, 35 жыл бойы ауыр кезеңді бастан өткерді. 1945 жылы Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталған соң Корея азаттыққа қол жеткізді. Бірақ қуаныш ұзаққа созылмады. Ел 38 параллель бойымен екіге бөлінді. Солтүстік Корея және Оңтүстік Корея. Содан бері түбек екі бөлек ел ретінде өмір сүріп келеді. Дегенмен олардың ортақ тарихы, тілі мен мәдениеті сол ежелгі дәуірлерден бастау алады. Корея тарихы бұл халықтың табандылығы мен рухының тарихы. Мыңдаған жылдар өтсе де олар өз мәдениеті мен тілін сақтап қалды. Тангуннан бастап Сэжонға дейін созылған жол білімге, еркіндікке және бірлікке ұмтылған ұлттың жолы болып табылады. Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, сіздермен бірге тарих дауысы подкасты. Бүгін біздегі ерекше қонақ Кореяның ең ұлы патшаларының бірі, 15 ғасырда елді басқарған Сэжон ұлы патша. Сэжон патша, сұхбат беруге келіскеніңізге көп рахмет. Сәлеметсіздер ме, өз дәуірімен Кореяның ғылым мен мәдениетінің дамуы туралы айтып беруге өте қатты қуаныштымын. Керемет. Көпшілік сізді хангыль жазуын жазған адам ретінде таниды. Сізді оны жазуға не итермеледі? Ол кезде қарапайым халық жаза да оқи да алмайтын. Оның себептері ол кезде Қытай иероглифтары қолданылған. Олар өте қиын болатын. Ал мен әрбір кәріс адамы өз ойын жаза алу үшін жеңіл жазу жүйесін жасағым келді. Солайша 1443 жылы хангыльді ойлап тапқан болатынмын. Керемет, бұл нағыз тарихи жетістік. Бірақ сіздің дәуіріңізде басқа ғылым салалары да дамыды деп естідім. Сол жайлы толығырақ айтып берсеңіз. Мен астрономия, медицина және де ауыл шаруашылығын дамытуға үлес қосқан болатынмын. Біз астрономияда құралдар жасап, күнтізбе дайындадық және де медицина кітаптарын жазған болатынбыз. Сіздің дәуіріңіздегі Чосон әулетінің алтын ғасыры деп атайды. Елде тұрақтылық пен өркендеуді сіз қалай сақтай алдыңыз? Мен әділ басқаруға тырыстым. Сарайымда Чон атты ғылымдар орталығы болды. Ол жерде жаңа идеялар туындайтын. Біз білім беру және де әділдік және технология туралы талқыладық. Ең бастысы халықты тыңдай білу. Керемет.
Енді сұрақ, егер де сіз 21 ғасырдағы адамдарға үн қатсаңыз, не жайлы айтатын едіңіз? Тілдің және де мәдениеттің сақтаңдар, өйткені онсыз ұлттың жаны жоғалады, және де есте сақтаңдар, білім мен әділдік мықты мемлекеттің іргетасы болып табылады. Керемет сөздеріңізге және Корея дамуына үлес қосқаныңызға сізге өте үлкен алғыс білдіреміз, Олжас Патша. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Бұл Тарих Дауысы подкасты еді. Келесі кездескенше сау болыңыздар.